Момбек Әбдіәкімұлы Түркістан өлкесіндегі ойран. 3 бөлім. Осы кезде біреу тасырлатып үйге кірді. Мамажан қараса бағанағы ордаш екен. Келе сала үй иесімен амандасты. Ахуалыңыз жақсы ма, жолдас белсенді? Мына қызыл командирдің тапсырмасын тас қылып орындадым. Ойпырмай, сіздер неткен көрегенсіздер. Мамажан мен Парманқұл Байырқұнға соқпай кетпейді деп едіңіздер. Айтқандарыңыз келді. Құдай оңдағанда мына Байсеркенің маған қой сұрап келе қалғанын қарашы. Ойбай, мұнда Парманқұл қарақшы жоқ қой. Ол қайда? Ей, құдайың не сенің? Құдай жоқ. Құдайға сенген Парманқұл қашып кетті. Қалай қашты ол сіздерден? Қап, сіздердің арқаларыңызда ұры немені сабалап бір сазайын берейін деп едім. Қап, қасқырдан айласын асырып кеткен шибөрітекте сұмырай-ай. Көзінен жасын, мұрнынан боғын ағызайын деп едім. Парманқұл болмаса ел алдаған тағы бір суаяқ Мамажан отыр. Осыны еңіретсең де жетеді, деді белсенді. Бұлардың қай-қайсында аямау керек деп, ордаш қолдарын сықлап, байлаулы екеуге бұрылды. Мамажан оған ала көзімен ата қарады. Жаңа ғана батырсынған ордаш селт етіп, кері шегінді. Шегінген аздай белсендінің артына тығылды. Қандай құдіреттің дем бергенін кім білсін. Осы мезет Байсерке арқаланып, ордашқа ақырып берді. Жұғынсыз, ұсқынсыз сұмырай. Бала кезімізде Байтоқ пен Елтоқ байлардың артына кіріп, су айттығымен талай ағайынның наласына қалып едің. Кейін қызыл үкіметтің жансызына айналып, сол байларды құртуға мұрындық боп едің. Енді милицияларға тыңшы бопсың ғой. Әй сен, Парманқұлдан не жаманшылық көрдің? Оны танымайсың да, араластығың да жоқ. 5 жыл бұрынғы ашаршылықта Парманқұл Ташкенттен жіберген мал мен азықтың арқасында аман қалған жоқ па едің? Сонда Парманқұлды көрсем, аяғынан сүйем дегенің қайда? Енді ол саған неге жау бола қалды? Елге, саған бірдеңе қоспаса елден, сенен ештеңе алған жоқ қой Парманқұл. Жетесіз ордашау, әлдінің құйрығына кірем деп қашанғы жексұрын бола бересің. Ұят жоқ қой, өзіңде ұят жоқ. Сенен байын сақтайтын, сатпайтын қатын артық. Ордаштың Мамажанға шүйлігуге батылы жетпесе де, өзімен теңдес Байсеркеге батырып айтуға, қол көтеруге шамасы жетеді. Белсенді мен милиция бастығының алдында әлгі сөзінің үдесінен шығуға, оған енді амал табылды. Жаңа ғана Мамажанның суық жүзінен ығып, кері шегінген ол, кіжінген күйіп Байсеркеге жетіп барды. Шөнтегіне шөнге бітпеген қуаяқ жалшы, саған қашаннан бері тіл бітейін деген. Әлде бұлай сөйлеуді жаныңдағы Мамажан үйретіп қойды ма? Әй сен, қубас кедей, қызыл үкімет белсендісінің айтқанын бұлжытпай орындап жүрген адал колхозшы мына маған бұлай дауыс көтеруге қалай дәтің барады? Тістене ызғарланған ордаш екі қолы артына байлаулы күйде отырған Байсеркенің бетіне табанымен бір тепті. Шүйдесі қабырғаға соғылған анау жазғанның заматта мұрнынан сауылдап қанаға жөнелді. Сонда да тілін тартпады. Қан жұта дем алып жайне шықынды. Қай уақыттан бері адал колхозшы бола қалдың найсап? Парманқұл ұры емес, сен ұры. 9 жылдай бұрын үкімет Байтоқ байдың малдарын тәркілегенде істеген жұмысқа істеріңді мен білмейді деймісің? Сонда сен байдың біраз малын есеп жүргізген комиссиядан жасырып, тоғайға тыққансың. Кейін соларды Ташкентті асырып сатқансың. Ағайын болғаныңды ескеріп, осы қылығыңды ешкімге айтпаған едім. Енді айттым. Енді білсін сенің кім екеніңді қасыңдағы белсенді мен милицияның бастығы. Жолдас милиция, бұған ешқашан сенбеңіз. Бұл барып тұрған 200-ді. Бүгін мені сатса, ертең сіздерді де сатады. Белсенді мен Есентайып бір-біріне қарасты. Жаны шыққан ордаш өз-өзін ұстай алмай, Байсеркені балағаттап оны бас көздемей төпелеп берді. Қашан көрдің Байтоқтың малын жасырғанымды? Бірге жасырысқандай сөйлейсің ғой сен қубас. Әй, қашан тығыппын байдың малын үкіметтен? Қолы байланғанмен тілі бос Байсерке сорлы қанша соққы жеп отырса да, анадан қалысар емес. Сөйлеп жатыр. Ол сөйлеген сайын бар айыбы ашыла түскен ордаш оның аузын жауып әлек.
Ал басын ары-бері жылдан бұрып аузын Ордаштың қолына іліктірмеуге тырысқан Байсерке, оның бар сырын ашумен қатар оған үстін лағынет жаудырды. Ордаш оны төпелеумен бірге бар даусымен жауап қатып жатыр. Мұнысы Байсеркенің сөзін қасындағы қамқоршыларына естіртпейін деген тірлігі болса керек. Екеуі осылайша айқасып жатқанда Белсенді мен Есентайып бір-бірімен сыбырласуға көшкен. Байсеркенің соңғы сөздерін естіді ме естіпеді ме кім білсін. Әлден уақытта Есентайып Ордаштың иығынан тартып, шетке шығарды Байсеркеге қарады. Мейлі, Ордаш жолдас Байтоқбайдың азғана малын санақ жүргізушілерден жасырып, тоғайға тықтақ дейік. Сонда онда тұрған не бар дейсің? Бұл Ордаш талай жыл сол Байтоққа жалшы болыпты. Мына Белсенді жолдастың айтуынша, Байтоқ бұған талай жыл еңбек ақы бермей зар жылатыпты. Ордаш көп жылғы еңбек ақысын өтеуін алып қалғанда, жаңағы сен айтқан біраз малдарды. Бұл жерде қандай қылмыс бар? Біле білсең қылмыскер сенсің. Өйткені Ордашты үкіметті алдаған жылпос деп есептесең, неге бұл жайында сол кезде уәкілдерге хабарламағансың? Ендігі сөзің жала. Совет заңы біреуге жала жапқандарды да жауапқа тартады. Иә деп шап етті Белсенді де артынша. Сіздікі дұрыс. Тәркілеу кезінде үкімет санағына кімнің мал жасырғанын көрген білген болса, расында неліктен бізге уақытысында хабарламайды. Мұның ендігісі қып-қызыл жала. Өткен кездердегі айыбым ашылып қалама деп тілімен де, қимылымен де жанұшыра безе қаққан Ордаш аналардың әлгі сөзінен кейін жүзі жылып, екеуіне бет бұрды. Қарақшыларды жасырған күнәсін білмей тұрып, маған жала жапқанын қарасаңшы, бұл су айттың. Жолдас милиция бастығы. Байсерке бұрыннан Парманқұл қарақшымен ауыз жаласып жүрген бұзақы. Оған енді Белсенді қосылды. Бір ай бұрын колхоз қорасынан 2 дана 5 қой жоғалған еді. Ұрыны еш таппай қойдық. Бүгін біліп, анығы сезіп тұрмын. Малдарды Байсерке Парманқұлға айдатып жіберген. Меніңше Парманқұл ауылға бүгін ғана келген жоқ. Бұрында Байсерке арқылы колхоз малын ұрлауға түн жамылып талай кеп жүрген. Ой көріп келдік, танытқан ойыңыздан айналайын Белсенді жолдас. Қиялыңыз қандай ұшқыр еді. Бәсе, колхоз малдар неге жиі жоғала береді десем, ақиқаты атың өшкір Парманқұлдың тірлігі екен ғой бұл. Әгер әке Байсерке оның ауылдағы тыңшысы, мал айдатып жіберушісі болмаса, ол мұның үйіне түсер ме еді деп лепірді Ордаш. Үшеуі басты аңдығандар Мамажан екендерін естерінен шығарғандай. Байсерке төңірегінде дауры қысып кетті. Айтуларынша ол дауры. Нақтысы атақты қарақшы, Парманқұлдың жансыз құйыршығы. Өзі жұрт көзіне түгі кедей көрініп, колхоздың сушысы атанған мұндай контралар партияның әділ заңы бойынша жазалану шарт. Есентайып оның үстінен қағаз толтырды. Оған анау екеуі қол қойды. Жоқ, Ташкентте Рапакта 2 жыл оқығанына байланысты байырқымда жазып оқи алатын, сонымен қоса аса сауатты саналатын Белсенді қағазға қол қойды. Сауатсыз Ордаш бармағын басты. Оларға қарап отырған Мамажанның күлкісі келді. Күліп те жіберді. Құдай-ау, елді, ауылды кім басқарып жүр? Бұлардың ойында не бар? Кілең ұрдажық нойыстар милиционер. Өңшең жоқ жерден жау тапқыштар Белсенді. Бірақ үкімет қандай болса, елдегі жандайшап қызметкерлер де сондай болады. Ойлыны жау, іскерді дұшпан, халық қамын жегішті солшыл, жұрттың сөзін сөйлегішті оңшыл, елінің келешегі үшін іс қылғандарды ұлтшыл деп айыптайтын, сондай азаматтарды қуғынға ұшырата бастаған үкімет саясатының астарында не жатыр өзі? Бүкіл елге танылған тұлғаларды жаламен темір торға тоғытып, әмбесін жұртқа дұшпан көрсеткен жоғары жақта отырған үлкен шенділердің ойлағандары не екен? Өзімен қоса Байсеркені де халық жауы деп тапқан Есентайып тобы екеуін таң атқанша қарауылда ұстап, азанда жолға жиналды. Алдымен байлаулы Мамажан мен Байсеркені 2 ат жегілген арбаға салды. Сосын екеуінің денесін арқанмен тағы шандып, арба шарабасына қосақтап матап тастады. Алдыға Есентайып бастаған 3 атты түсті. Қалған милиционерлер арбаны қоршай жүрді. Жүргіншілер түн түсе Арысқа жетті. Милиционерлер қос қамалушыны осындағы НКВД бөлімшесінің қамауында бір түн ұстады да, ертесіне сәске мезгілінде пойызға отырғызып, Шымкентке жеткізді. Вокзалда бұларды облыстық ішкі істер бөлімінің арнайы қызметкерлері қарсы алып, қала ортасындағы абақтыға әкелді.
Абақты Қошқар ата бастауының түстік жағындағы биік жотаның батыс жиегінде. Бұл мекеме патша заманында тұрғызылған. Бұған Мамажан бұрын жұмыс барысымен талай келетін. Оның бастығында, қызметкерлерінде жақсы танитын. Соңғы кездері ел ішіндегі дүрбелеңге байланысты мұнда жаңа қызметкерлер көбейген. Өздерін абақты алдында қарсы алып қолдарының байлауын шешіп, камераға әкеп қамаған 3 милиционерлер сонда жаңа қызметкерлер ме? Әйтеуір Мамажан оларды танымады. Камераға кіре бергенде қасындағыларға басшы болып жүрген ұзын бойлы лейтенантқа бұрылып, бастықтарың бұрынғы көбейіп па деп сұрады. Иә, сол кісі ғой деді анау. Артынша қамалушыларға мұндай мәліметті беруге қақысы жоқ екенін есіне түсті ме? Ақырып берді. Бастықтың кім екенінде сенің шаруаң не? Кір дереу камераға. Мамажан оған сұсты жүзімен жалт қарады. Бұл кейде осындай кейіппен біреуге қараса, қарсы алдында қандай жан болса да бір сәт ығып қалатын. Өйткені мұндай уақытта оның келбеті тым қату тартып, көздерінен от шашылатын. Жалпы мұндай сұсты жүз екі аяқты пенденің бәрінде болмайды. Сирек адамдарға, биік рухты ер жүрек, қам тегі бөлек жандарға тән қасиет еді бұл. Лейтенант та бір сәт ықты. Екі көзі бақырайып кілт кейін шегінді. Сосын қолдары өз-өзінен дірілдеп, беліндегі пистолет кабурасына жармасты. Осы сәтте оның қасындағы милиционер Байсеркені камераға бір теуіп сүңгітіп жіберді, Мамажанның жауырынын итергіледі. Кір деген соң кірішке сөйлей бермей. Осыдан кейін лейтенантқа қайта тіл бітті. Қарама маған жаман көзіңмен. Мен жаман көздердің талайын ойып алғам. Келесі кезек сөз жоқ, сенікі болатын шығар. Камера тар екен. Еденге қамыс төселген. Қамыс үстіне төселген бөз матаны майлы кір басып жылтырап кетіпті. Мұнда Байсерке екеуі қатар жатса әзер сияды. Мамажан мұндай камераларға аса қауіпті деп танылған қылмыскерлердің қамалатынын білетін. Әйтпесе жан-жақта 20-30 адам еркін сиятын камералар көп ақ. Өздерін соларға апармай, бір жақ дуалының қол жетпейтін жоғарғы тұсында адамның бетінде ғана кішкене терезесінен басқа бір тесік жоқ тамұққа кіргізгенде ақ, Мамажан өзіне ауырайып тағылған қамалушылардың қатарына жатқызылғанын бірден сезді. Сезді де ауыр күрсінді. Одан өзге қылар айласы, істер амалы жоқ. Ұсталғалы бері не ойламады дерсің? Ой тұңғиық, түбі шексіз екен, тереңіне жетпеген. Енді тарға басқа қамалғанда ұшпаққа шығарар қиял, арманға жеткізетін ой бар ма? Бар болса тек тергеу кезінде дес бермеу керек. Адалдығын дәлелдеп, бос күнәға жығылмау керек. Төбедегі тар тесіктен түскен жарықтан іші ала көлеңке тартқан камера ішіне кіргенде, Байсерке үрейлі үнмен қатты күңіренді. Ойбай Мамажан-ау, ендігі күніміз не болмақ? Бұл оның қолға түскеннен бергі сөзі. Көкейіндегі бар сұрақтың бәрі жиылып кеп, осы сөзінің аясына сиып кеткендей басқа ештеңе айтпады. 2 күннен бері оның бұл сұрағына жауап бермейтін. Бүгін оған жақсы үмітпен жауап бергісі келді. Ендігі күніміз не болмақ дейсің? Өкімет біздей жазықсыз адамдарға не істейді дейсің? Ахуалымыздың мән-жайына қаныққан соң жіберетті. Таусыла бермей сабырлық танытты. Еркекке күйіп піскен ерсі қылық. Өзінің жан дүниесін сан түрлі ойлар мазалап қатты күйзелісте отырса да, оған осылай деді. Мүдделестермен бірге басқа қиын іс түскенде, қасыңдағы сенен бетер қиналғанды үрейлі сөзбен үркіту шын ерге жараспайды деуші еді баяғыда Мұстапа Шоқайып. Бұрын бұл сөздің астарына мән бермеуші еді. Өзінің басына іс түскелі, өзімен бірге сондай кейіпке ұшыраған серіктермен бірге жүргелі бері, Мұстапаның әлгі айтқан есіне жиі оралатын болды. Жалпы Мұстапа ұстанатын көп қағида мұның көкейіндегі ұстанымдармен әркез қабиласып жататын. Бұларды абақтыға әкелгенде уақыт түскі 2-нің шамасы болатын. Сыртта күздің қара жауыны себелеп тұрған. Содан бері 3 сағаттай уақыт өтті. Сырттағы жаңбырдың үдей түскені жоғарыдағы кішкене терезе арқылы естілетін қатты тарсылдан білініп тұр. Мамажанға сырттағы қара жауын басындағы қиыншылықты бұрынғыдан бетер күшейтетін жаман ырым сияқты болып көрінді. Әлден соң сол ырымы расқа айналғандай камера есігі ашылды. Есік алдында манағы 3-еу тұр. Басшы лейтенант қатаң бұйырды. Сартаев, сыртқа шық. Мыналар өзін тергеуге апаратын лезде ұғып, Мамажан орнынан көтерілді. Коридорға шыққанда лейтенант тағы да қатты дауыстады.
Екі қолыңды артыңа ұста. Әрбір қамалушы тергеуге барар кезде екі қолын артына ұстап жүруі тиіс. Мұны бұл лейтенант айтпаса да біледі. Лейтенант алда, Мамажан ортада. Екі милиционер артта жүріп түпкі бөлмеге келді. Тергеу бөлмесі екен. Төрдегі үстелде 4 бақ денелі, қасқа бас бір полковник отыр. Есіктің ішкі екі жақтауында денелері зор 2 милиционер тұр. Бәрі өзге ұлттан. Лейтенант Мамажанды төрдегі подполковникке табыстады да шығып кетті. Подполковниктің түсі зәрдей, көккенбек көздері, қоңқақ мұрны, сұп-сұр жүзін одан бетер рәпәтсіз еткен. Ол алдындағы кішкене жайдақ орындықты иегімен ұстатты. Сартайыпсың ғой, неге қақиып тұрсың? Отыр алдыма деп мазақ үнмен зіркетті. Қанша дегенмен Мамажанның бұрынғы паңдығы басылмаған. Анығын айтқанда заңның бәрін білетін. Әрі өзінің шені мен қызметі мына подполковниктен әлде қайда жоғары екенін есіне ұстап, анаған зілдене тіл қатты. Жолдас подполковник, қызметтік тәртіпті заң бойынша қолданыңыз. Не дейсің деп ана орнынан атып тұрды. Сен бұзақы халықтың жауы, елдің дұшпаны, күллі партия органдарын алдап жүрген опасыз, су аяқ неме, заңды қашаннан бері сыйлайтын болғансың. Бұлайғы уақытта керек болмайтын совет заңы саған жаның қысылғанда керек болып қалыпты да. Еңірейтін, совет заңының ақ екеніне көзің жететін кезің енді келді. Отыр деген соң отыр. Бұлай дөрекіленбе. Алдымен өзіңді, одан соң менің қандай айыбым бар екенімен таныстыр. Кінәмді мойныма қоя алсаң бақырарсың. Мен облыс прокурорының білдей орынбасарымын. Және прокуратурада талай жылдан бері істеп келемін. Сондықтан заңды сенен гөрі мен жақсы білетін шығармын. Әй, өшір үніңді. Сен прокурор орынбасар емес, өзің адам еткен советке қастық қылған сатқын бөрісің. Жоқ, бөрі күшті аң. Оған тең емес түлкісің. Отыр, қазір кім екеніңді айтайын. Мамажан отырды. Подполковник папкасын ашып, бір бума қағаз шығарды. Сосын бұған тесіле қарады. Менің аты жөнімді білгің келе ме? Онда айтайын. Мен сен сияқты қанша оқыса да саналары ашылмаған. Жабайылықтан арылмаған талай қазақтардың көздеріне көк шыбын үймелетіп, жаман ой қиялдарын ойрандаған подполковник Тувинскиймін. Сен мені бір-екі мәрте жиындарда көргенсің. Алайда қызметіңе малданып көзіңді шел басып жүргенде, біз сияқты қатардағы адал тергеушілерді байқамайтынсың. Бұдан былай уәде етем. Көзіңді жұмсаң мен елестейтін. Ұйықтасаң мен түсіңе кіретін жағдайға келтірем. Ал баянда, советке деген жаулығың қай уақыттан басталды? Тувинский, мен еш уақытта еліме, советке, партияға жау болған емеспін. Одан да Штрихиннің ойдан құралған жаласын шынға айналдырам деп, тыраштанып отырған жәдігөймін десейші. Қане оқышы қағазыңды. Бәлкім Штрихин жапқан жалаларға сенде өзіңше тағы бірдеңелерді қосып, ылғи өтірік шимай шатпағыңды түзеген боларсың. Тувинский тағы да атып тұрды да қолдарын сермей бажылдап берді. Оның айтуынша отанға адал қызмет ететін әділет орындарындағы европалық нәсілді қызметкерлер еш уақытта біреуге жала жаппайды. Біреуден нақақ қараламайды. Жұмысына шын берілген мұндайлар түнде ұйқыны, күндіз күлкіні ұмытып, жанын сала еңбек етеді. Сөйтіп жүріп халыққа, партияға сенімсіз адамдарды анықтап, қылмыстарын әшкерелейді. Қазақстанда ондай қылмыскерлер тек жергілікті ұлт өкілдерінен шығады. Октябрь төңкерісін орыстың ұлылары жасаған. Оларға Тувинский тәрізді, пролетариаттың ізгі жолын жан-тәнімен қолдайтын Ресейдің тумалары қосылған. Ендеше өзін орыспын дейтіндердің арасынан совет өкіметіне қарсылар табылушы ма еді. Жау қашанда сауаты төмен, білімсіз халықтар арасынан шығады. Мамажан осыны естігенде бір сәт ойға батып кетті де, ананың арқарай не айтқанын ұққанда жоқ. Аузынан ақ көбігі аққан атам борадай түкіргін шашыратып селкілдей сөйлеген анау сөзін аяқтаған кезде ғана селт етіп ойдан арылды. Тувинский өзінің болымсыз пікірімен мұны тұқыртып, одан қалды мұқатып тастадым деп ойлады ма, әйтеуір бұған кекесінде жүзбен қадалып қалыпты. Оның мұндай сайқал қарасына, әлгінде әңгімесіне жыны қозған Мамажанда оған тесіле көз тікті. Советке жаулар тек қазақтар арасынан шығып жатыр деймісің? Ойпырмай, неткен өзімшіл әрі көрсоқыр жан едің. Сен өзі саясаттан,
Елдегі бүгінде жүргізіліп отырған өзгерістерден хабарың бар ма? Сталин жолдас елде тап жолдарына қарсы ұран көтерсе, сен мемлекетті нығайту жолында ұлттар достығын бірінші орынға қоятын социализмнің мүддесіне қарсы шыққан шовинист екенсің. Әйтпесе барлық халықтардың правасы тең деген Лениннің қағидасын бұзып, орысты ұлы, ал қалған халықтарды жау дерме едің. Тыңдасаң бір нәрсе айтайын ба? Мамажанның суық жүзі өзін қаһарлымын деп есептейтін подполковниктің мысын басып кетті ме? Тергеуші жаңағы қатулығынан сәл арылып, үстелдің артқы жақтауына шалқайды. Ал айтшы, деді сосын баяу үнмен. Артынша өзінің бастық екенін малданды ма? Қайта екіленді. Айта бер айтатыныңды. Сені тыңдауға да, тергеуге де менде уақыт көп. Газет оқып жаңалық тыңдап жүрген жан болсаң білесің. Биылғы 23 февраль мен 5 март аралығында өткен Бүкілресейлік коммунистер партиясы орталық комитетінің пленумында Сталин жолдас Тройский мен Зинабев сынды теріс көзқарастағы адамдардың социализмге кері іс-әрекеттерін әшкерелеп, елде солардың ықпалымен жүрген 30 мыңдай адам бар деп ескертті. Және осылардың барлығын қатаң жазалау керек деп шешті. Әлбетте, мен прокуратура органының жауапты қызметкері ретінде көпшілік біле бермейтін көптеген дерек мәліметтерді білемін. Сол дерек мәліметтер бойынша аталған пленумға дейін-ақ бір ғана РКПСР-да 18 мың адам теріс пиғылы үшін қамалып, жазаланғанынан хабардармын. Осы 18 мың топ жауларының ішінде сен айтқан бірде-бір қазақ, немесе басқа азиялық жоқ. Әлгінде ғана жаулар тек сауатсыз халықтан ғана шығады дегенің не сонда? Әлгінде ғана жаулар тек сауатсыз халықтан шығады дегенің не сонда? Бұл сөзіңмен кімді мұқатып отырсың? Одан соң сол 18 мың бәрін Советке жау деп ойлайсың ба? Тубинскийдің қандай жауап қатарын таппай, сасқалақтап қалғаны қарауытқан реңінен білінді. Бірақ онысын білдіргісі келмеген сыңаймен әлденені іздестіріп, үстел үстіндегі қағаздарды бейберекет аударыстыра бастады. Осы кезде көрші бөлмеден біреудің қатты айқайлағаны естілді. Артынша әлдекімдердің алысып жатқан апыр-топыры да құлаққа анық жетті. Өлтірсеңдер де мойындамаймын. Ей, сендердің мені қолдан жау жасап жатқандарың қалай? Қайда әділ заң деп жаны ұшырды бір еркек. Бұл дауысты Мамажан бірден таныды. Оңтүстік Қазақстан облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Әбілқайыр Досыптікі. Ойпырмай, ол кісіні де қамаған ба деген оймен дауыс шығып жатқан жаққа тағы құлағын түрген. Алайда Досыптың айқайы қайта шықпады. Есесіне бөгде біреудің оны балағаттап қаралаған даусымен дүңк-дүңк еткен соққы дыбысы естілді. Сірә тергеушілер жабылып, Досыпты төпелеп жатыр-ау. Расында Елезде Досыптың жер жара өкірген үні абақты ішін кернеп жіберді. Ол аса әрі денелі кісі болатын. Жай сөйлегеннің өзіне даусы гүрілдеп тұратын жуан еді. Сонысына қарамай өте кішіпейіл, ақ көңіл жан еді. Қайран әбекем-ай, анадағы күдігің расқа айналып, сен де қамалған екенсің-ау. Бірінші хатшының өзін бұлай қорлауға салғанда, мыналар өзгелерге не істемейді дейсің. Досыптың өкіргенінен мұның жаны осылай егілсе, Тубинский одан күш алған. Күш алғаны емей немене, әлгінде ғана айтарға сөз таппай сасқалақтаған ол, жаңағы дауысты естігенде қайта қаһарланып шыға келді. Естідің ғой ана дауысты. Өкіріп жаны шырқыраған оның кім екенін білесің бе? Ол облыстағы Жапон-Герман агентінің үлкені. Тағы бір үлкені 3-ші бөлмеде тергеуде. Ал олардан үлкендері Алматыда. Олар да шетінен ұсталып, құйрықтарына қазық қағылып жатыр. Бүгіннен бастап сен де сондай кепке енесің. Сондықтан да көп білгішсініп аузыңа келгенді оттай берме. Бұл жерде сен үшін Құдай да, заң да менмін. Енді тек сұрақтарыма жауап бер. Ақыл сынып кетсең, заматта Досыптың кебін құшасың. Мамажан бұрын прокуратурада істеп жүрген кезінде түр-тұлғасы сыртқы көзге қаһарлы көрінгенімен, заңның жөні осы екен деп қаталдыққа көп бара бермейтін. Ол өз сияқты батыл, әрі қазақ қамын жеген ержүрек азаматтарды жаны сүйетін. Ол бір кездері қазақ жастары көп болмайтын жоғары оқу орнында оқыды. Күллі халыққа атақ даңқы белгілі қазақ зиялыларымен, қайраткерлерімен жақын достасты. Олардан көп тәлім алды. Бәрінен бұрын ол өз халқының тарихын көп оқыды. Халық тарихын оқыған сайын ежелгі заманда ер болған, өр болған қазақ түрлі себептермен орыс патшалығының отарлығына өткен соң, бұрынғы рухы мен күш-жігерінен айырылып, тым осал,
тым аңқауда аңғал жұртқа айналып, дәрменсіз күйге түскенін бағамдады. 1917 жылға дейін өз жұртынан күллі мемлекетті аузына қаратқан бір қайраткер шықпай, әмбе қазақтың ұлығынан кішігіне дейін орыстың аузын бағып, көңілін аулап, күн көргенін ұқты. Әлбетте, қазақ өз алдына ел болса мемлекет деңгейінде ғана емес, күллі әлем жұртшылығына танымал болатын небір ұлылар шығар еді-ау. Алайда бар алаш баласының көкірегін жаншып, рухын таптап тастаған, ойлысын тұсап, дарынысын тежеп қойған орыс озбырлығы талай уақыттан бері бұған жол бермей келгенінде анық пайымдаған. Өзі қатарға қосылып қолына азын-аулақ билік тигенде сол орыспен білім жағынан да, күш жағынан да тең түскен, керек болса асып түскен қандастарына бүйрегі бұрып тұратын ұлт жандылығы да болды. Осы себепті ол Ташкент пен Шымкентте істі болған қазақ оқығандарымен қызметке іліккендеріне, тіпті өз жұртының намысы үшін төбелеспен таласқа түскен кейбір батыр жігіттеріне ара түскені бар. Ара түскені оларды қамаудан, сотталудан ажыратып алғаны ғой. Мамажан адалдықпен өмір сүргендерді жақсы көретін, кембағал, момын жандарға болса атұғын. Заң қадағалаушы органның қызметкері ретінде ішкі істер бөлімдері мен абақтылардағы тергеушілердің қамалушыларға жөнсіз озбырлық көрсеткенін қаламайтын, әрі үнемі сондай істерді бақылап жүретін. Иә, бұл қолында қызмет бар кезінде ғой. Ал қазір ішкі істер бөлімдері мен сот, прокуратурада заң өзгеріп кеткен. Жоқ, заң бұрынғы күйінде. Сталин мен Ежоптың бұйрығына орай мұндағы тәртіп пен ұстаным өзгерген. Әйтпесе күні кеше бірінші хатшының немесе Мамажанның кабинетіне кірмек түгілі жанына жанай алмайтын мына нойыс мінезді, жоғарының бұйрығын орындаудан басқаны білмейтін тергеушілер бұған досапқа сөйлеп, бұлай басынар ма? Мамажан енді ұғып отыр. Дәл қазір Тубинскийдің тілінен не келсе соны айтуға, ойына не келсе соны істеуге батылы жететінін, әрі оған ерікті екенін. Өйткені бұған берілген пәрмен солай. Десек те оның арандатуымен жаласына көнбеуге бекінді. Тубинский, сен алдымен менің не үшін қамалғанымды түсіндірші. Жауыз, не үшін қамалғаныңды білмей отырған шығарсың. Бірақ тергеушілік міндетім орай неге абақтыға жабылғаныңды түсіндіріп берейін.